Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Ниваның поддонын қалай ағытамыз, яғни мотор түсірмей қалай шешеміз. Ең бірінші мінекей бір гайканы ағытып алдық, жоғарыда поддоннан, және де мына жерде екінші гайка бар. Екінші гайка, соны ағытамыз. Так. Одан кейін екінші жағында мен уже ағытып қойдым қазір. Мына жерде бір болт бар, шпилка. Соны ағытамыз. Сосын мына подушканы астынан көрсетейін. Мына жерде 17 головка бар, соны ағытамыз. Мен же көтеріліп кетір. Сосын мына жағында 17 тоже. Жалпы уже біреу 5 гайка ағытамыз. Содан кейін мына жерге домкратты қойып жоғары қарай көтеретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қалай шығатынын көрейік. Так, мінекей жаңа гайкілерді ағытып защитның моторды көтердік, подушкалардың бәрі ажыратылды өз орнынан. Мына жаңа көтеріп қойдық. Енді мына поддонның болттарын ағытамыз қазір. Так, мінекей достар, поддон болттарды ағытып, міне поддон түсіп тұр. Енді мынау шықпайды, себебі мына жерде маслин насос кедергі болып тұр. Мен қазір мына жерде уже маслин насос болттарын ағытып қойдым, бірақ мына жағынан бір болт, мына жерден жағынан мына жерден бір болт, мына жерден бір болт ағытып қойғам. Оны ағытқан кезде маслин насос төмен қарай түседі. Былай төмен түседі. Енді жайлап шығарғанбыз. Салған кезде маслин насосты бірін салып, содан кейін нені салуға болады. Мінекей достар, осылай поддон шешуге болады. Оны біреулер мынаны кесіп деп жатады, бірақ оның да кесудің қажеті жоқ, осылайдан түсіруге шығаруға болады. Бәрі орнында қайтадан үштеп. Енді ары қарай жаңа шатон клатчтан бәрін қарайтын боламыз.